Саламатсыздар ма қыздар, қалдарыңыз қалай? Сіздерге уәде еткен грант сабағына келдік. Міне, барлықтарыңыз білесіздер, мен осы кәсіпті Клубников в шоколаде, жалпы фуд флористика саласын үйде, өз кухнямда бір бұрышта бастап, жұмыс жасап, содан жаймен көтеріліп, қазіргі таңда өз шеберханамды ашып, көптеген онлайн, офлайн курстарды өткізіп жүрген эксперт маманмын, иә. Вот дәл осы жолымды сіздерге де жетуге тілектеспін, қыздар. Мен білесіздер, осы шеберханамды грант, яғни мемлекет тарапынан қайтарымсыз грант ұтып алып, сол гранттың көмегімен осы шеберханамды ашқан болатын. Сондықтан сіздерге де бір көмегім тисін деп мен өзімнің 5 қадамнан тұратын қысқа нұсқа грантқа қадамдар атты 5 қадам атты методичкамды шығарған болатын. Яғни осы әр 5 қадам бойынша сіздер жасайтын болсаңыздар, қыздар, грант алу особо қиын емес. Негізі өздеріңізге сенімді болсаңыздар, сіздер уже бұл саланы жасап көріңіздер, қолдарыңыздың икемі бар и барасыздар, өз бизнес пландарыңызды қорғап шығасыздар, қыздар. Дәл өздеріңіз сияқты мен декретте отырған ана, өз кухнямда заттарым прям симай кеткен болатын. Мен білесіздер, объем үлкен, менде көп заттарды алам, шоколад, болсын коробка басын барлығын пачка, мен барлығын көптеген количествода алып жұмыс жасаймын. Себебі мен оптым аламда барлық закупты. И кухнямдағы шкафтар барлығы менің заттарым, залда бір бұрышта менің заттарым, спальныйде бір бұрышта менің заттарым. Солайынан үйде кучка болып кетті, прям үйге мен симай кеттім да. Іште қатты армандайтын осы грант дептім ғой. Осылай өзімнің шеберханамды ашсам екен, өзім бөлек шығып, кәдімгідей жұмысым болса екен, үйден байна шығып, сыртқа барып, сөйтіп жұмыс жасаған негізі күшті ғой, қыздар. Бәрібір де андай фокусын кәдімгідей бөлініп, уже жұмысқа кірісіп тұрып жұмыс жасай аласың да. Ал үйде жүрсе, мен мысалы үйде тамақ істейтін уақытқа қарай заказ қабылдамайтын, бала шағамды қыдыртатын уақыт, сабақ оқытатын уақыт, солайынан өзім тек бос уақытында ғана заказдар қабылдап, қалған уақытқа түсіп тұрса да заказ отмена жасайтын да. Себебі бана айтып тұрғанда қолым бос болмайтын, кейде кухня бос болмай қалады, қонақ келіп жатады, бір күні қонақ күтіп жатсаң зал бос болмайды. Сондайдан солай үйде жасағанда сондай бір нюанстары бар да. Но мен сіздерге айтайын, үйде жасағанның да плюстары бар. Өйткені сіздер азаннан кешке дейін үйдесіздер, и қай уақытта заказ түссе де сіз ол заказдың ыңғайына қарай заказ жасап жібере аласыздар. Ал мен қазір шеберхана ашқалы мен көмекшілер алмасам, өзім ғана жүрсем үлгермейсіздер. Яғни сіз мысалы азанда ерте келесіз, мысалы бізде үйде жүргенде заказ кейде 7-8-ге түсіп қалуы мүмкінші, өзім алып кетемін дейтін клиенттер. Ол үшін үйден 6-7-де тұрып жасап клиентке дайындап беріп жібересің. Ал шеберхана ашсаңыздар, қыздар, шеберханаға вообще ерте 4-5-де тұрып келуіңіз керек болады. Кешкі заказдан мысалы мен 9-дан негізі 6-ға дейін магазин бізде ашық, потом 6-дан 12-ге дейін доставкаға жұмыс жасаймын да. Ал негізі көп уже үлкен компаниялар кәдімгі 9-дан 12-ге дейін жұмыс жасайды, даже круглосуточно жұмыс жасайтын компаниялар да бар. Яғни ол үшін сіз уже мықты команда құрып, командамен жұмыс жасап, яғни сменмен жұмыс жасайтындай көмекшілеріңіз болу керек. Сол жағдайда сіз уже круглосуточно жұмыс жасайсыз. Осы жағдайда, қыздар, негізі үйде жасаған өте ыңғайлы. Яғни сіз 12-де заказ түссе де, түсте заказ түссе де, любой уақытта жасап жібере бересіз. Ал шеберханада жасайтын болсаңыз, сіз уже кешке дейін ғана жасайсыз, уже сіз бұяқта қонып жұмыс жасай алмайсыз қой, үйге баруыңыз керек, үйдің тірліктері, бала шаға дегендей. Сон барлығына үлгеру үшін солай мен осылай уақытымды қойдым, сағат 9-дан 6-ға дейін, потом 6-да үйге қарай кетем, и үйде түнгі заказдар жіберіп жүрдім. Но қазіргі таңда мен көмекшілерді алдым, яғни азанғы заказдар жасайтын көмекшілерім болады, и кешкі мен жұмыстан уже қайтқанда да кешкі заказдарды жасайтын көмекшілерім де болады. Бірақ біз 9-ға дейін жұмыс жасаймыз, одан кейінгі заказдарды мен түнде, яғни 12-ге жақындаған заказдар түсіп жатса, мен үйден жібере берем. Таңғы ерте заказдар түсетін болса, тоже үйден жібере берем. Ал қалған жұмыстар осы мастерскойдан жіберем. Вот сол жағынан кішкене ыңғайсыз да, но сіздер ақырындап жұмыс жасай келе, сіздер де көмекші аласыздар. Тағы бір нәрсе айта кетейінші, мен армандадым ғой, вот үйде жүріп осы шеберханамды ашсам екен деп, но қыздар, менде қолымда ақша болған жоқ емес, болды, бірақ
менде андай қорқыныш болды да, мысалы жеке барып шығып ол жүрмей қалса не істеймін деген сияқты қорқыныш болды бір жағынан. И екінші жағынан үйдегілерге де мен өте ыңғайлы болдым, яғни үйде жүріп и жұмыс жасап и табыс тауып и үйдің тірлігіне де үлгеріп жүрмін да. Сондықтан үйдегілер ой үйде жасай берсе не бар сыртқа сол заказ бәрібір болады деген сияқты мен солайынан үйде алып қалғылар келетін да. Енді бір жағынан шын ыңғайлысын, келінсін, бәріне үлгеріп жүрсін, сыртта жұмыс жасамай-ақ, яғни сыртқа шықпай-ақ жақсы табыс тауып жатсың, иә. Но қыздар, егер сіздер шеберхана ашып, уже серьезно кірісетін болсаңыздар, бұл уже кәдімгідей сізге стабильно табыс әкелетін, уже өздеріңіздің тұрақты жұмыстарыңыз болады да. Мен соған стараться ететін, бірақ мен қолымда ақша болса да мен ашуға батылдық таныта алмайтын, себебі үйдегілер солай айтатын, и өзімнің де қорқыныштарым болатын, иә. Ал мынау грант, қыздар, бір үлкен мүмкіндік та, сізге мемлекет беріп тұр, қайтарымсыз грант. Сіз просто барып жасап көруге үлкен шанс та. Сіз ашасыз, ары қарай жүргізе алсаңыз алып кетесіз, жүргізе алмасаңыз да ештеңке терять етпейсіз да бір жағынан. Но бұл жерде еще гранттың ақшасы болған соң, мемлекет ақша беріп тұрған соң, үйдегілер де уже қой жасама қой деп те айтпайды да. Мен де ұтып алдым, осылайынан не істеп шыққан, давай жасай бер, солайынан үйден яғни шығарған болатын еді. Осылайынан өзім шеберханамды ашып, ақырындап енді көтеріп келе жатырмын, Аллаға шүкір. Алғашқы айларда менде де бірден керемет болып кеткен жоқ, қыздар. Сондықтан сіздердің сақтарыңыз сынбасын, басында заказ болмай жатыр, бүйтпей жатыр, сөйтпей жатыр деп. Сондықтан егер даже грант алмай өздеріңіздің ақшамен ашқалы жатсаңыздар да шеберхананы, қыздар, үйде уже тұрақты заказдарыңыз, постоянно 5-6 кемі күнделікті заказдарыңыз болса, қыздар, сол кезде ғана шеберхана ашуға бел буыларыңызға кеңес беремін, қыздар. Ал егер заказдарыңыз аз болып болмай жүрген болса, сіздерге шеберхана ашып, оны содержать ету кішкене қиынырақ болады. Себебі шеберхана ашқан соң оның ай сайынғы өзінің арендасы бар, оның өзінің шығындары бар. Сондықтан осы нелердің шығындардың барын ескеріп барып қана шеберхана ашыңыздар. Жалпы менің опытым сіздерге қызық деп ойлаймын. Сондықтан осының барлығы шынайы мен қалай жасап жатырмын, соны бөлісіп жатырмын, қыздар. Қазір сіздерге қысқа нұсқа осы грант алудың 5 қадамын айтып беретін боламын. Бірінші қадам, мысалы, көп менен грант ұтпағанымды естіген соң көп адамдар жан-жақтан сұрайды да, маған да грант алуды үйретші, қалай алады дегенде. Мен бір түрлі боламын да, өйткені ол кісілер әлі ешқандай опыт жинаған жоқ, әлі ешқандай қолының икемі барма көрген жоқ, әлі жұмыс жасап көрген жоқ, әлі табыс тауып көрген жоқ та даже. И ол кісілерге бағдар беруге мен өте қаттандай жауапкершілік маған түседі ғой, мен қорқам да содан. Сіз бірінші жасап көріңіз деймін. Вот, қыздар, ең бірінші қадамдарыңыз, сіздер осы қабілетті игеру керексіздер. Егер сіз именно осы клубника в шоколаде немесе фуд-флористика бойынша грантқа қатысып ұтқыңыз кеп тұрса, онда осы сала бойынша сіз ең бірінші эксперт болып, яғни осы сала бойынша қабілетіңізді шыңдауыңыз керек, тәжірибе жинауыңыз керек. Кем дегенде заказдарды қабылдап табыс тауып көруіңіз керек. Қай кезде қандай шығын болады, қай кезде заказ болады, қалай жасағанда клиент жақсы алады, соның барлығы тәжірибе жүзінде келеді да. Вот сіздер осы алғашқы қадамды уже жасап тұрсыздар. Сіздер менің курсымды толық өттіңіздер, қыздар, иә. Вот осы курстың енді әр сабағындағы тапсырмалардың барлығы айттым, иә, ең басында бекер емес. Оның барлығы мен өзім жеке күнде жасап жүргендіктен сіздерге үйреттім, қыздар. Клиент күнде тұрақты болу үшін 15 қадамды үйреттім, иә, сіздерге. Вот сол 15 қадамды күнде тұрақты жасап жүрсеңіздер, қыздар, күнде кем дегенде 3-4 клиент, вот кем дегенде болады. Ал былайынан максимально жасайтын болсаңыздар 6-7 заказ точно болады, қыздар. Ең клиент келетін, көп келетін арналардың бірі ол сіздердің негізгі инструменттеріңіз Инстаграм, иә. Инстаграм упаковкасы, сторис, пост, актуальный, бренд атау, логотип, оның барлығы өте маңызды. Екінші нәрсе, оның бәрі дайын болсын, таргет жібересіз. Таргет жібергендегі сіздің креативіңіз өте маңызды. Одан клиентпен қалай сөйлесуіңіз өте маңызды. Ол клиентке дұрыс обслуживание жасап, яғни заказын әдемілеп жасап беріп, оны риза қылуыңыз өте маңызды. Сол кезде сіздің клиентіңіз тұрақты болады, қыздар. Вот осы шақтарды сіз тұрақты жасайтын болсаңыздар, тугиз картаға салып, OLX
сайтқа апта сайын 5-6 жарнама салып, бір айда кемі 20 жарнама сізде OLX-та болатын болса, қыздар, сіздерде тұрақты клиенттер болады. Осы жағдайда сіз қорықпай барып, уже грант тапсырасыз ба, уже шеберхананы өз ақшаңызға ашасыз ба, уже еш қорқусыз сіз спокойно аша алатын боласыз. Яғни уже сенімді боласыз, уже сіз стабильный клиенттеріңіз бар, сіз так что қорықпай спокойно ашатын боласыз. Сіз бірінші қадамды жасап тұрсыз, сізде уже қабілет бар. Ендеше келесі қадам. Енді екінші қадам, қыздар. Негізі мен стористарымда өте көп бөліскенмін бұны, но қыздар оқуға еріне ма, порталға өтуге ерене ма, в общем, бизнес атамекен KZ деген негізі сайт бар. Соткаларыңызды алып компьютердан кіріп қарасаңыздар болады. Сол жерде толық информация негізі берілген. Былтырғыдан гөрі 2023 жылы қазір кішкене өзгерістер бар екен, қыздар. Мысалы, биыл 1,380,000 беріледі екен. Былтыр бізге 1,224,000 берілген. Сонымен сіздер биыл 1,380,000 теңге алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Бірақ грант тек білесіздер ма, бизнес жаңа идеяны іске асыру үшін, стартап идеяны іске асыру үшін, қандай да бір құнды оборудование, аппараттар алуға, мебель алуға, помещениені арендаға төлеуге, сондай нәрселерге ғана беріледі. Ал егер мынандай жағдай болса, сіз бір кредитіңізді жапқан болсаңыз, өзіңіздің қарызыңызды өтеген болсаңыз, сондай жағдаймен сіз егер ұсталып қалсаңыздар, қыздар, онда ақшаны мемлекет тарапына қайтару керек боласыздар. Сондықтан осы жөнінде мұқият болыңыздар и өздеріңізге адал болыңыздар дегім келеді да. Ешкімді алдаудың қажеті жоқ. Шынайы қатысып, шын ниетпен қатыссаңыздар, қыздар, ол жерде барлығы негізі нормально, шынайы өтеді екен. Мен де басында может сатып алама деген сияқты күмәндар болған, но қатыстым. Мен бір рет емес, 2 рет қатысып көрдім, қыздар. Сондықтан екінші рет қатысқанда мен ұтқан болатын. Бірінші рет барған кезде менің бизнес планым дұрыс болмады, сонымен қайтарып жіберді. И екінші рет жөндеп барып қайтадан қатысып, өз бизнес планымды қорғап, осылай грантты ұтқан болатын, қыздар. Сондықтан ешкімді алдамауларыңызға мен сұраймын, яғни шынайы болыңыздар, я. Яғни мемлекет тарапынан берілетін грант, қыздар, мына санаттарға ғана беріледі. Жұмыссыз ретінде, яғни жұмыспен қамту орталығында тіркелсеңіздер, жұмыссыз болып, сол жағдайда сіздер осы грантқа үміткер болып қатыса аласыздар. Және екіншісі, өзінің атында ИП-сы бар кісілер қатыса алады. ИП-сының ашылғанына 3 жылдан аспаған мерзімде ғана сіздер қатыса аласыздар. Соның қатарында осы мынау пункттерге тағы бөліп тастапты. Соның ішінде мына пункттерге жату керек екен. Яғни бұл ретте үміткер мына санаттардың біреуіне жатуы тиіс дейді. Мүгедектігі бар азаматтар, қандас мәртебесі бар азаматтар, өңіраралық қоныс аударушылар, аз қамтылған отбасы мүшесі, көп балалы отбасы мүшесі, әйел адамдар, күйеуі немесе мүгедектігі бар баласы бар отбасылар, асыраушысынан айырылған отбасылар болсаңыздар, осы санаттағылар осы грантқа үміткер болып қатыса алады екен, қыздар. Биыл кішкене осы талаптарды өзгертіпті. Былтыр мен ИП-мен, яғни ИП-м ашылғаны 1 жыл толмаған етін, және екінші санатта мен 29 жасқа дейінгі жастар болып қатысқан болатын. Ал биыл сол 29 жастар дегенді алып тастапты. Яғни сіздер не көп балалы ана, немесе осылай қандастар, немесе аз қамтылған отбасы, осындай справкаларыңыз болса ғана сіздер осы грантқа қатыса аласыздар, қыздар, биыл. Келесі, осы бизнес еңбек сайтына кіріп, қыздар, сіздер тіркелу керексіздер. ЭЦБ ключтарыңыз керек болады. Мен сіздерге астыға жазып қоямын бизнес еңбек сайтының адресін. Вот осыны тересіздер и сол жаққа өтіп, өздеріңіз ЭЦБ ключтарыңыз арқылы, телефон номер арқылы тіркелесіздер. Солайынан сіздер ары қарай келесі қадамдар жасауыңыз керек. Яғни порталға бірінші тіркелесіз, грант алу шартына сәйкестігін сіз тексеру, сол жерде батырмасы тұрады, тексересіз. Сол кезде сіздің данныйларыңызды тексеріп шығады да, сіз мынау қандас, бағанағы айттым, көп балалы ана деген сияқты сол санаттарға жататын болсаңыз, сізге птичка қойылып, дальше сізге разрешение ашылады. Яғни келесі сіз бизнес жоспар үлгісін жүктеп алып, өзіңіздің бизнес планыңызды құрасыз, өтінім форматын толтырып, ЭЦБ ключ арқылы қол қойып, грантқа өтінім жібересіз. Және келесі
сіз осы бизнес атамекен бизнес порталынан бизнес бастау сертификаты керек болады. Ол үшін сіз дальше осы бизнес бастау сабағынан өтуіңіз керек. Ол жерде 12 модуль болады. Сол 12 модульді қыздар әр модульде қалай, әр сабақты мұқият қарап шықсаңыздар, әр модульде өзінің артынша тесттер болады. Сол тестті тапсырып отырған кезде, яғни компьютермен тапсырған ыңғайлы, сіз екінші окошкадан Google окошканы ашып қойып, бірден ана сұрақты жазып, ана жақтан жауабын қарап, солай тауып, ана жақта тестті дұрыс белгілеуге солай мүмкіндіктеріңіз бар. Өйткені бізде бәрібір қазақшаға көп нәрсені аударып тастаған, көп нәрсе түсініксіз қыздар. Мен солайынан тапсырған болатын. Әр модульдегі тесттерді бірнеше рет тапсыра берсеңіз болады. Мысалы, құлап қалсаңыз, қайтадан барып тапсыра аласыз да. Солайынан тапсырсаңыздар болады. Сол сұрақтардың барлығын жазып алып, дұрыс жауабы шыққандарын бірден жазып алып, өздеріңіз дәптерге реттеп жазып алыңыздар. Себебі кейін 12 модульді тапсырған соң ең соңында сіздерде қорытынды тест болады. Ол қорытынды тестті сіз қайта-қайта тапсыра алмайсыздар қыздар. Оған сізге 3-ақ мүмкіндік береді. Егер 3 мүмкіндіктен құлап қалсаңыз, онда қайтадан барып сабақтың басынан бастап тапсыру керек болады, әр тесттің барлығын. Сондықтан осыны ең басынан бастап сіздер өздеріңізге тесттерді жазып алып тұрыңыздар да. Яғни дұрыс жауаптарын жазып, солайын жазып алып тұрып, общий қорытынды тест жазғанда сол сұрақтар қайталанады да, соларды белгілеп сіздер общий қорытынды тесттен өтіп кете аласыздар. Мен бірінші қорытынды тесттен бірінші рет құлап, екінші рет тапсырғанда өткен болатынмын. Солайынан мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Қайтадан басынан тапсырып жүргенше солайынан мұқият қарап жазып не істейтін болсаңыздар, спокойно тапсыратын боласыздар. Келесі сіздерге 3-ші қадам, яғни осы атамекен бизнес порталынан бизнес бастау сертификаты сіздерге қорытынды тесттен өтсеңіздер беріледі. Сол сертификат арқылы сіз уже грантқа өтінім жіберетін боласыздар. Келесі қадам қыздар, жобада алған білім бойынша сіздер өздеріңіздің бизнес жоспарларыңызды, яғни бизнес план құруларыңыз керек. Бизнес планды мен былтыр YouTube қарап, Google қарап, солайынан сояқтан Google'да, YouTube'дан бір бизнес бастаудың осы сабақтарын қарап тұрып, сояқтан ссылка арқылы өтіп, сояқтан бизнес жоспарды скачать етіп, яғни шаблон скачать етіп, сол бойынша жазған болатын. Кейін сабақ грантты, яғни барып қорғауға, защитаға барам, сол кезде анау бизнес жоспарын берсем, парағымды ашты да, мынау ескі үлгіде жазылған деді, мен сол кезде тыңдамай қайтар жерді. Маған өте обидно болды, үйге келіп қарасам, особо қатты ерекшелігі де жоқ та, былтырғы мен биылғы планды. Кейін қарадым ғана бизнес, именно сіз бизнес еңбек порталына тіркелдіңіз ғой, сол жақтан жаңа 2023-тің шаблонын скачать етіп, солайынан толтыруларыңыз керек қыздар. Былтырғы планнан солай өзгешіліктер болып тұрады екен да, қарасаң, сондағы бір кестенің орнына ауысқан, 1-2 сөз қосылған, сондай ғана особо өзгешілік жоқ, общий мәні, мағынасы бір да, бизнес планның. Сондай сіздерде де қателік болмас үшін қыздар, өзіңіз бизнес порталға тіркелесіздер, сол жерде бизнес жоспарды андай прикреплять ететін окошко болады, сол жерде ссылка тұрады, сол ссылканы бассаңыз, сіз жоспардың шаблонын скачать ете аласыздар. Сол жерден шаблон скачать етіп, өздеріңіздің бизнес планды құрасыздар. Енді сіздерге беретін кеңесім қыздар, осы бизнес планды жазған кезде бізге мысалы клубника в шоколаде жасау үшін клубника, шоколад керек, посыпка, сондай заттарды жазуға болмайды қыздар. Вообще ондай шығын, андай бітіп қалатын заттар жазуға болмайды да, яғни не деп айтады, шикізатты ол жерге жасамайсыздар гранттың жоспарына қыздар. Яғни упаковка заттары, немесе шоколад, банағы клубника, сухофрукты деп ол заттарды жазуға болмайды. Ондай жазсаңыз, сіз уже талаптарға сай болмағандықтан сізді қайтарып жіберуі мүмкін. Ол жерге не жаза аласыздар десеңіздер, бізге қажет, қандай мебель қажет. Мысалы, маған мынау шкафтар қажет, осындай шкаф, мынандай жұмыс жасайтын стол қажет, микроволновка қажет, холодильник қажет, андай мармит, шоколад ертетін аппарат қажет. Вот осы заттардың өзін жазып ақ, менде уже 1 224 000 спокойно толды қыздар.
және аренданың 3 айлық делінген, бірақ 1 айлық көлемдегі аренданың ақшасын жазуға кеңес беремін қыздар. Мен мысалы 200 мың аренда деп жазған болатынмын, и қалған заттардың барлығын осы жазып шықтым. Холодильник, мебель, әр жазған заттың қыздар андай несі болу керек қой, сіздерде прямо атауы магазинде жазылып тұрады. Мысалы Samsung моделі жазылады, и бағасы жазылып тұрады. Дәл солай сіздер моделімен и нақты бағасымен жазсаңыздар, сіздерге сенімді болады. Тексеріп отырған адамдар придираться етпейді, и сіз зерттегеніңізге сенімді болып, солайынан сіз өтіп кетуіңізге мүмкіндігіңіз көбірек болады. Яғни сіз мынандай шкаф дейсіз ба, стеллаж, бірдеңке модель, и ол модельдің атын жазып, яғни прям Зеттадан қараңыздар, Каспий магазиннен қараңыздар, сол жердегі мебельдерді жазып, атын жазып, бағасын нақты жазып, солайынан миллион сіздерде 380 мың беріледі ғой биыл, сол 380 мыңды осылай толтыруларыңыз керек. Яғни нақты модельмен, бағасымен толық сумманы игере алатындай қылып жазыңыздар қыздар. Ешқандай шикізат жазбаңыздар, клубника, шоколад дегенді вообще жазбаңыздар қыздар. Осы мебель, техника, арендаға ғана сіздерге ақша бөлінеді. Сол заттарды ғана жазсаңыздар, сіздердің бизнес пландарыңыз өтеді қыздар. Сосын мен мысалы бизнес планыма жазған тура модельдегі заттарды мен кейін грантты алған соң дәл ол заттарды по-любому таба алмайсыздар. Сондықтан интернетте тапқан модельді жазып, бағасын солайынан гранттың суммасын шығарыңыздар. Кейін уже грант ұтып алған соң мен мысалы мебельді мен заказбен жасаттым. Мебельге менде 320 мың кетті. Ал мен мебельді ол жерде 150 мың деп сондай жазған болатын грантқашы. Потом микроволновка, мысалы моделін тоже Каспийден қарайсыз, бағасын жазасыз тура. Мынау мармиттерді қаншадан көресіз, интернеттен сату KZ бар, Каспий магазин бар, сол жақтардан қарайсыз. Мен Астикордан алған болатын шоколад ерітетін аппараттарды. Қазіргі таңда мен қарап көрдім шәкірттеріме, ол жақта жоқ екен да. Вот қазір сату KZ-ден қарай аласыздар, сол жақтан қарап, моделін нақты саны мен аты бар ғой, барлығын толық жазып, солайынан бағасын жазып тұрып, бизнес планға солай список жазыңыздар қыздар. Сол жағдайда сіздер грант алуға мүмкіндіктеріңіз жоғары болады. Келесі мәселе осы бизнес планда сіз қандай заказ болу үшін қандай арналар бар. Мысалы бізде таргет бағана 15 қадам барлығын сіздерге түсіндірдім ғой. Вот сізде қандай сұрақ келсе де сіз жауап беріп тұрасыз да. Маған мысалы мынандай сұрақ келді. Мен кондиционер жазған болатым. Кондиционер саған не үшін керек деді. Мен айттым, шоколадпен жұмыс жасау үшін бөлме температурасы 17-18 градус сақталу керек. Күн ыстықта мысалы жазда біздің шоколадпен жұмыс жасау өте қиын болады. Сондықтан кондиционер алу өте маңызды деп түсіндірдім. Холодильник не үшін керек? Клубника бізде холодильникте сақталу керек. Клубника бір апта мысалы свежий күйінше біз сақтай аламыз. Ол үшін бізге холодильник обязательно керек деп холодильниктің прям моделін, бағасын бәрін жазып қоясыздар. Мынау мебель не үшін керек? Мысалы полкада мынандай заттар тұру керек. Ана стол үстінде жұмыс жасалынады. Микроволновка не үшін керек? Микроволновка мысалы тамақ ысыту үшін деп айтсаңыз, сіз уже дұрыс жауап бермей қаласыз. Микроволновка шоколадпен жұмыс жасау үшін керек, шоколадты ерітеміз. Мынау мармиттар не үшін керек десе, шоколадты бір температурада ұстап тұру үшін, көп заказ кезде тез жұмыс жасау үшін керек деп. Солай қандай сұрақ қойса сіз сайрап жауап беріп тұруыңыз керек. Клиент қайдан болады? Клиент күнде бола ма деген сұрақ қойса, иә, күнде болады. Міне таргет жіберем. Осылайынан таргет арқылы күнделікті клиент келеді. Мынандай тұрақты клиенттерім бар. Күнде 4-5 заказ. Солайынан сөйтіп айтсаңыздар, сізде уже өзіңізге сенімді түрде жауап беріп тұрсаңыздар, ана жерде қорғап тұрған адамдар сізге де сенеді қыздар. Сондықтан осы мен айтқан лайфхактарды обязательно пайдаланыңыздар. И бұл менің басынан өткен соң сіздерге де дәл солайынан келеді деген ойдамын. Сондықтан сол қателіктерді жасамаңыздар. Келесі қыздар 5-ші қадамымыз. Енді сіз жобаңызды жасадыңыз, өткіздіңіз, кейін 3 күннен кейін сіздің жобаңыз қабылданды, грант қатысуға шақыртады сізді неге?
защитаға, қорғауға шақырады, яғни бизнес планыңызды қорғауға шақырады и күнін айтады. Сіз барып өзіңіздің бизнес планыңызды қорғауыңыз керек. Өзіңізмен бірге удостоверениеңізді оригиналын және копиясын алып алыңыз, және банковский картаның счеты керек. 20 цифралық счеты бар ғой, кәдімгі Халық банк болсын, Каспий банк болсын, любой банк жарайды. Тек счетін тоже 2-3 экземплярдан жасап аласаңыздар, қыздар, что барып алып кейін ксеркс іздеп жүрмей, нелеріңіздің удостоверение и сол счеттың копиясын жасап алыңыздар. Бизнес план тоже 3 копия жасап алыңыздар. Егер презентация жасайтын болсаңыздар, сіздерге 5 минут уақыт беріледі. Негізі анақта телевизор қосып қойған, ол жерге презентация қосып, қарап, защит етсеңіздер болады. Но мен бірінші жолы барғанда презентация жасап, сөйтіп өзінше дайындалып барғанмын ғой. Потом бизнес планы дұрыс болмай мені қайтарып жіберді. И мен солайынан қайтып кеткен соң, уже келесі жолы уже бардым да уверена болдым, енді алмаса, значит бұл өтірік дедім да, мына жоба, значит ақшамен сатып алып жатыр адамдар деп уже өзінше уверена болып бардым да. Барлығын білем ғой, өйткені өзімнің шынайы жасап жүрмін, шынайы қорғай аламын, не сұрақ қойса да бәрін білем, иә. Сондықтан бардым да, өйстіп тақ айтып бердім. Осылай мен қазір үйде жасап жүрмін, маған үйде жасаған қолайсыз болып жатыр, үйіміз біздің қаладан алыстау, доставка қымбат шығады, сондықтан мен қаланың орталық жағынан помещение алып, осылай шеберханамды ашқым келеді, уже тұрақты жұмысым болады, мен ойға жұмысшылар ала аламын, яғни SMM маманы, таргет маманы, қасыма 3-4 көмекші ала аламын, солай мен адамдарды жұмыспен қамтай аламын десеңіз, оның барлық сізге плюс. Сол үшін мен осылай бизнесімді расширять етіп, осылайынан кәдімгі жеке шеберханамды ашқым келеді деген сияқты айтып защищать ететін болсаңыздар, сіздер міндетті түрде өтіп кететін боласыздар, қыздар. Вот осы гранттың қаражаты сіздерге беріледі, сіз осылай уверенно защищать етеді, и сізге защищать еткен соң грантты алдыңыз деген сообщение 3 күннен кейін келетін болады. Яғни счетыңызға бір аптадан кейін ба, бірақ ақша бір аптаның көлемінде примерно түседі ақша. Сол ақшаны алған соң, қыздар, сол гранттың негізі мақсаты бойынша жаратқаныңыз дұрыс, чтоб Алланың алдында да таза боласыз, өзіңіздің алдыңызда да, өзіңіздің де жұмысыңыз, бизнесіңіз ашасыз. Көп қыздар мысалы арам оймен алатын қыздар да бар. Мысалы кредиттерін жабу үшін, мысалы қарыздарын өтеу үшін, мысалы үй алуға ақшаны құйып жергісі келу үшін солайынан қатысып жатқан қыздар бар. Но мен білмеймін, мен оған өте қарсымын, қыздар. Егер шын ниетпен осылай өздеріңіздің кәсіптеріңізді ашып, шынайы пейілмен осылай бастайтын болсаңыздар, сіздердің бизнестеріңізде жүретін болады, кәсіптеріңізде дөңгелейтін болады, қыздар. Сондықтан сізге осы бизнесті ақшаны береді, грантты ұтқан соң, соны 3 ай көлемінде сіз игеруіңіз керек. И әр затта аласыз ғой, мысалы мебельді жасатсаңыз, обязательно сіз ипісі бар жерден жасатып, чек жасатып, кәдімгі ақшалай товардың аты, чегі, бағасы жазылып тұру керек чегінде. Холодильник базардан аласыз ба, тоже чек обязательно сұраңыз. Холодильник моделі жазылған, бағасы жазылу керек. Мармит аласыз ба, тоже бағасы, модель бәрі бағасымен тұру керек. Микроволновка бәрі тоже. Арендаға, помещенияға төлейсіз ба, тоже арендатормен контракт договорыңыз болу керек, арендаторға төлеген чектарыңыз болу керек. Соның барлығы сіздер бизнес еңбек планы порталына тіркеліңіз, сол жақта сіз гранттың отчетін әр 3 ай сайын 1 жыл көлемінде тапсырасыз. Солайынан отчет тапсырған кезде қиындықтар болмас үшін осы чектің барлығын жинап бірден алып алыңыздар. Сатып алған кезде мен мысалы холодильниктің алған екенмін, бірақ гарантированный талон және холодильниктің андай не жасыл, қандай жасыл чектер береді ғой кейбір заттарды алғанда. Товарный чек болады, қыздар, жасыл чек. Просто товарный чек болса и печаты болмаса, онда ол жарамай қалады. Негізі фиксальный чек болу керек, қыздар. Товардың аты, моделі и бағасы солайынан болса ғана сіздерге мына грант берілген мемлекет тарапынан тексерістер болады. Сол кезде сіздер яғни тексерістен өтесіздер. Сондықтан чекті обязательно алғаныздар, қыздар. Мен көп сөйлеп кетсем де, енді барынша сіздерге пайдалы болсын деп өзімнің басынан өткен барлық нәрсені айтып бердім, қыздар. Сіздерге пайдасы тисе өте қуанышты болар едім. Міндетті түрде қатысып көріңіздер. 1 жылда бізде 4 рет осы лек болады, яғни 4 рет
гранттың поток болады, яғни 4 поток болады. Бірінші поток бізде 20 февраль өткен екен. Енді келесі поток 15 май, одан кейін 10 июль болады, одан кейін 4 сентябрь болады екен. Вот сол мезеттерге үлгеру үшін сіздер алдын ала грантқа өтінім тапсырып, алдын ала бизнес бастау сертификатын алып, осыларынан осы грантқа үміткер бола аласыздар, қыздар. Сондықтан сіздерге сәттілік тілеймін, бір пайдасы тиеді деген үміттемін. Сіздерге осы бір кішкентай болса да көмегім тиеді деген үміттемін, қыздар. Барлықтарыңызға сәттілік, осы бизнесті бастаңыздар. Көріп тұрсыздар ғой, бұл жақта ақша өте көп, тек қана заказ емес, осы мастерской ашқан соң өздеріңіздің уже мастер-класстарыңызды өткізесіздер, курстарыңызды өткізесіздер, сабақтарыңызды түсіресіздер. Уже сіздер үлкендеп, масштабтап, миллионнан жоғары табыс таба аласыздар. Ал сіздер заказбен жасайтын болсаңыздар, мысалы миллион, ары кетсе 2-3 миллион таба аласыздар да. Ал сіздер уже расширять етіп, яғни курс өткізетін болсаңыз, франшиза өткізетін болсаңыздар, уже сіздер 5 миллионнан жоғары табыстарға шыға аласыздар, қыздар. Бүгінгі сабақ сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Назарларыңызға көп рахмет, қыздар. Сау, саламатты болыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік, Алла берекесін берсін.